Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай керемет кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Көкөністермен болгар бұрышындағы фаршымыз және қойдың етінен сорпа. Бұлардың барлығы бір ғана мантаваркада пісетін тамақ. Өте керемет дәмді болып шығады. Алдымен бізге мантаваркамыздың қазанына суымызды құйып аламыз. Суымызды кішкене көптеу құйғанымыз дұрыс, өйткені 45-50 минуттай пар болып ол көтеріледі. Осы суымызға қойдың етін саламыз, қабырғаларында майдалап, крышкасын жауып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнаған қазанымыздың көбіктерін осылай алып тастаймыз. Бетіне шыққан пенкасынан жақсылап тазартамыз. Сорпамыздың үстіне тұзын саламыз. Лавр жапырағын саламыз. Қара бұрыш және де зіра қостым мен. Бұл қалауыңыз бойынша. Және бір пияз қостым. Енді көкөністерін дайындап аламыз. Жақсылап жуып алып, осылай майдалап бәрін кесіп алатын боламыз. Пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды және де болгар бұрышы мен помидорымызды қатты майдалап тастамаймыз. Осылай орташа көлемін орташа қылып, осылай кесіп аламыз. Картоптарымызды осылай бөлшектеп аламыз. Помидорымызды. Осы көкөністерімізді қазір маринадтайтын боламыз. Осылай бәрін кесіп алдық. Енді үстіне тұзымызды саламыз. Қара бұрышымызды, паприка саламыз. Сұйық май құямыз. Және бір ас қасықтай томат қосатын боламыз. Осылардың бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, азырақ қоя тұрамыз. Енді фаршымызды дайындайтын боламыз. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Күрішімізді тек жуып алатын боламыз. Оны алдын ала бұқтырмаймыз, пісірмейміз. Үстіне тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды қосамыз. Бір шай қасық томат пастасын қосамыз. Және де сұйық май. Су қосатын боламыз. Су қоссақ, біздің фаршымыз сочный болып піседі. Өте керемет болып. Жақсылап араластырамыз. Біздің фаршымыз дайын. Енді болгар бұрышын жақсылап жуып алдық. Жақсылап жуып, осылай бәрін тазалап алатын боламыз. Жақсылап осылай тазалаймыз. Тазалап алған бұрыштарымыздың ішіне біз фаршымызды салатын боламыз. Мен фарштың арасына осындай чеснок саламын. Сіздер салмасаңыз да болады, ол өз қалауларыңыз. Осылай чесноктың үстіне тағы да фаршымыздан салатын боламыз. Және де болгар бұрышымызды қатты толтырып жібермейміз. Бұл жерде біздің күрішіміз кішкене пісіп сетін болады. Осылай барлық бұрыштарымызды толтырып шығамыз. Толтырып алған бұрыштарымызды осылай ішіне кішкене қатты нығыздап толтырмаймыз. Енді сорпамыздың тұзын көреміз. Және де мантаваркамыздың листін
салып, біздің көкөністерімізді мантаваркамыздың листіне салатын боламыз. Парменен өте керемет болып піседі. Барлық көкөністерімізді саламыз. Және де ортасын осылай ашатын боламыз. Бізге пар жақсы өтуі үшін. Мен көкөністердің үстіне осындай құйрық май қоямын. Бұл ысталған құйрық май, каптетілген, дәмі өте керемет болып шығады. Және де келесі листімізді қойып, біздің болгар бұрышын фаршымызбен үстіне жайғастыратын боламыз. Бәрін жайғастырып алдық. Енді орта отта 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Мен орташа отта 50 минуттай қалдырдым. Біздің кешкі асымыз өте керемет болып піскен. Қазір ішін кесіп көретін боламыз. Көкөністерімізді де осылай салып аламыз. Жұмсақ болып өте керемет болып піскен. Сорпамызды қараймыз. Тұзын, етін бәрін көретін боламыз. Біздің салған пиязымызды осылай шығарып тастаймыз. Еті жұмсақ болып, өте керемет болып піседі. Сорпасынан болгар бұрышына құямыз. Көкөністерімізге құямыз. Үстіне аскөк салатын боламын. Кешкі асымыз дайын. Жасап көруге кеңес етемін. Өте керемет кешкі ас. Біздің картошкаларымыз осылай керемет болып піскен. Сәбізіміз де жұмсарып піскен. Ерекше дәмді болып шығатын тағам. Біздің болгар бұрышының ішін қарайтын боламыз. Күрішіміз, фаршымыз бәрі керемет болып піскен, және де сочный болып шығады. Етіміз жұмсақ болып, әдемі болып піскен. Осылай үзіліп, жұмсақ болып піседі. Өте керемет кешкі ас. Астарың дәмді болсын.